1-ден 10-ға дейін сан берілген. Тізбекте өсу ретімен 5 саны кездескен кезде программаның орындалуы аяқталу қажет. Біз алдында continuous циклын пайдаланып есеп шығарған болсақ, бүгінгі сабақта break циклын қолданамыз. Break циклының қызметі алдында айтып өткенімдей, циклдің орындалуын 1-ден тоқтатады. Continue, яғни келесі әрекеттің, яғни циклдің жүруін өзгертетін болса, break циклдің орындалуын 1-ден аяқтайды. Енді запуске берместен бұрын енді бірінші мәні 0-ге теңестіріп аламыз. Цикл жүреді, яғни айдан 10-ға дейін, яғни 1-ден 10-ға дейін. Қадам бұл жерде бір мәнді қосып отырады. Егер мәніміз 5-ке тең болған кезде, яғни біздің циклымызды тоқтатамыз. Яғни цикл осы жерге келгенде не істейді? Тоқтайды, жұмысын тоқтатады. Яғни орындалып болады да экранға сан деген сөз шығады, және сол жерде n-ге мән беру арқылы n-нің мәні шығып отырады, және циклдан шығу сөзі шығу керек. Запуске береміз. Яғни бізден нәтижесі шықты. Сан 1, 2, 3, мына жерде s-тер көрсетіп тұр, n деп, яғни сан, тұрақты сан шығып тұрады. Сан 1, 2, 3, 4-те циклдан шығу, яғни сан 5-ке келгенде біздің break циклымызды істеп тастады, тоқтатып тастады. Бізде есеп берілген сандар тізбегінде кему ретімен 5 саны кездескенде циклдің орындалуы аяқталатын программа кодын құруымыз керек. Біз бірінші k айнымалысын 10-ға теңестіріп аламыз. Әзірше бізде k егер 0-ден үлкен болса, онда айнымалы мәнін k-ға мән бер деп не істейді? Экранға шығарады. Одан кейін k-дан -1-ді не істеп отырады? Минусовать етіп отырады. Яғни азайтып отырады. 10-дан 1-ді аламыз 9, 9-дан 1 аламыз 8, 8-ден 1 аламыз 7 деп шығып отыру керек. Егер k-мыз 5-ке тең болғанда, яғни 5-ке келген кезде break, яғни біздің циклымыз не істейді? Тоқтайды да экранға сау бол деген сөз шығады. Break деген цикл бұл жерде циклды не істейді? Аяқтайды деген мағынаны білдіреді. Запуске береміз, сохранить етеміз. Және біз көз алдымызда көрініп тұр, айнымалы мәні 10, яғни алғашқы мәніміз 10, k-мыз ғой біздің алғашқы мәніміз 10, одан кейін 10-нан 1-ді алып, 9, 8, 7, 6 деп келді. 5-ке келген кезде циклымыз не істеді? Тоқтады. Break циклының қызметі циклды тоқтату. Соңында экранға сау бол деген сөзді шығарды. Яғни айнымалы 5-ке тең болған кезде біз циклды break сөзі арқылы циклды не істедік? Тоқтаттық, экранға print сау бол деген сөзді шығады. n натурал саны берілген. Сол санның цифрларының арасында 0 болса, яғни цикл жұмысын тоқтатып, error сөзін әйтпесе санның өзін кері қарай экранға шығаратын программа құруымыз қажет. Программасын құрдым, n input, яғни қандай да бір n деген айнымалыны бүтін санға сипаттап енгізіп қойдым. While әзірше n 0-ге тең емес. n-ді 10-ға бөлгендегі қалдық бөлігі k-ға тең, яғни соңғы цифрды анықтаймыз. Келесі n-ді 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі. Бұл алдыңғы цифрды анықтаймыз, яғни бірінші цифрды анықтаймыз. Одан кейін егер k 0-ге тең болса, error деген сөз бізде экранда шығу керек. Яғни цикл тоқтайды. Одан кейін бізде экранға k-ның мәнін енгізіп не істейміз? Кері шығаратын цифрды анықтауымыз керек. 570 256 деген. Enter'ді басамыз. Істеді, error деген қате шығарды. Ол кезде біз мән береміз 45-89 деген. Запуске бергенде 98-54. 98-ді енді 10-ға бөлу арқылы қалдық бөлігін тағып соңғы цифрды анықтадық. Және енді 10-ға бөліп бүтін бөлігін анықтау арқылы 54 деген санды анықтадық. Түсінікті болды деп ойлаймын.